Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгін 250 мыңнан астам тұрғыны бар еліміздің тарихи рухани орталығы саналатын Түркістан қаласының тұрғындары қуанышқа кенелді. Жалпы ұлттық телекөпірдің шеңберінде газ құбыры салтанатты түрде іске қосылып, алғашқы үйлер көгілдір отынға қол жеткізді. Ендігі кезекте қала ішіне газ желілерін тарту жұмысы тұр. Оңтүстік Қазақстан облыстық әкімдігінің жоспары бойынша алдағы жылдары тек қана Түркістан емес, аймақтың барлық тұрғындары біртіндеп сапалы газбен қамтылады. Толығырақ осы өңірдегі меншікті тілшіміз Болат Көкенайұлының репортажында. Тек қана оңтүстік Қазақстан облысы ғана емес, күллі алаш жұрт үшін киелі саналатын Түркістан халқы бұл қуанышты 50 жылдан астам уақыт күтті. Өткен ғасырдың 60-шы жылдары қолға алынған жоба сол күйі аяқсыз қалған болатын. Енді міне шаһар тұрғындары тәуелсіздіктің жемісін көріп отыр. Рахман Салыұлының отбасы осыдан 20 жыл бұрын елбасының шақыруымен атамекенге Ираннан қоныс аударыпты. Содан бері өстік, өндік, еңбектің арқасында әл-ауқатымыз жақсарып келеді. Енді міне тағы үлкен қуанышқа кенеліп отырмыз дейді ол. Үйіміз жылы, шайымыз қайнаулы. Енді пеш жағудан, көмір жағудан, отын тасудан құтылдық. Елбасымыз бізге осыншама жақсылық істеп жатыр. Қаламызға газ келді, үйімізге газ келді. Ел жұрттың атынан, өзім отбасым атынан, түркістандардың атынан мыңда бір алғыс айтам. Елбасының жолдауындағы міндеттерге сәйкес Қазақстанды тұтастай газбен қамту жоспары тұр. Оның ішінде Бейнеу Бозой Шымкент жобасының орны ерекше. Компрессорлық станциялар біткеннен кейін 16 жыл 10 миллиард кубометр газға дейін болады. Оның барлығын елбасының тапсырмасымен бірінші әлеуметтік өзіміздің жаңағы ауылдарды, халқымызды қамтамасыз ету, одан артылғаны Қытай Республикасына барады. Түркістандағы көгілдір отын тұтыну көлемі жылына 100 миллион текше метрді құрайды. Жоспар бойынша қаланы газбен қамту 4 кезеңмен жүзеге асады. Келесі жылы 7000 абонентті іске қосу межеленіп отыр. Болат Көкенайұлы, Нұрмахан Мұсатов, Оңтүстік Қазақстан облысынан.